Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Экранда бірнеше бөлікке бөлінген пазлға назар аударыңыздар. Осы бөліктерді дұрыс құрастырып, қандай сурет шыққанын анықтаңыздар. Жарайсыздар. Суреттен нені көріп тұрсыздар? Қандай махаббат жұптарын білесіздер? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозы көрпеш баян сұлу махаббат символы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты қозы көрпеш баян сұлу махаббат символы тақырыбы бойынша қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау. Пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру. Демеулік шылаулар, болжалдық, шектік қызметін білу, ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Келесі тапсырма шифрланған сөздер әдісі. Сіздер шифрларды шешу арқылы жаңа сөздерді анықтайсыздар. Жарайсыңдар. Жаңа сөздер тіл алу, сездіру, аталастырылу, бағындыру. Осы сөздердің мағынасын анықтап, синонимін айтып, жаңа сөйлем құрастырыңыздар. Барлығы 4 балл алатын боласыздар. Жарайсыңдар, өте жақсы. Енді оқылым тапсырмасына көшеміз. Сіздерге мәтін және қосымша ақпарат беріледі. Экранға назар аударып, мұқият оқып, мағынасы бойынша қысқартып жазыңыздар және екі ақпаратты біріктіріп, жаңа мәтін құрастырыңыздар. Бұл тапсырма мәтінмен жұмыс жасау дағдыларыңызды дамытуға көмектеседі.
Келесі тапсырма пікірталас әдісі. Тақырып: өз махаббаты үшін күресу дұрыс па, әлде бұрыс па? Қойылған сұраққа өз пікірлеріңді дәлелдеп жауап беріңіздер. Сонымен қатар болжалдық және шектік демеулік шылауларды қолдануға тырысыңыздар. Мысалы, егер адам өз махаббаты үшін күреспесе, ол қорқақтық емес пе? Өмір бойы өкініп жүрген дұрыс па, әлде бір рет күрескен дұрыс па? Өте жақсы. Пікірлеріңіз өте қызықты болды. Енді сабақ соңында рефлексия жасаймыз. Сабақтан алған инсайт әдісі арқылы бүгінгі сабақтан не үйренгендеріңізді және қандай жаңа ой алғандарыңызды жазыңыздар. Бүгінгі сабақта біз Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу туралы мәлімет алдық. Мәтінмен жұмыс жасадық, жаңа сөздерді үйрендік және пікірталас жүргіздік. Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.